Қайырлы күн. Сүйемін туған тілді анам тілін жобасы. Сұлтанмахмұт Торайғыров 20 ғасырдың басындағы әдебиетімізде ерекше орны бар, аса көрнекті ақын. Ол халық көзін ашуды, замана мен аяқты тең басуды, ақиқат үшін күрескер болуды мақсат етіп қояды. Сұлтанмахмұттың ақындық тұлғасы әрдайым іздену мен талап қылып, алға ұмтылумен өтті. Ол халықтың ой тілегін білдіруші. Сұлтанмахмұт Торайғыров өзі жасаған дәуірдің шындығын көрсететін көптеген шығармалар жазды. Ол адам болуды, азамат болуды бәрінен де жоғары қояды. Мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын деп жырлаған Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 130 жылдығына орай Сүйемін туған тілді анам тілін атты жобамызды бастаймыз. Жобаның мақсаты ғылым мен техника қарқынды дамыған, қоғамның жаппай компьютерлік технологиямен әуестенуі кезеңінде әдеби көркем шығармалар, оның ішінде Сұлтанмахмұт Торайғыровтың жырлары арқылы мемлекеттік тілге деген қызығушылықтарын арттыру, өлеңдерін оқыту арқылы жастарымыздың рух жігерін, қайраттылығын көтеру. Жоба ережесі: қатысушының жас ерекшелігі 18 жас және одан жоғары болуы тиіс. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың терең ойлы өлеңдерін мәнерлеп оқу, айту. Мәнерлеп оқуды бейнероликке түсіру. Бейнероликті орталық сайты, Instagram, Facebook желілерінде жариялау. Сүйемін туған тілді анам тілін атты жобасына белсенді қатысуларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.